Саламатсыз. Саламатсыз. Қызыма парфюм алайын дедім. Сасима қызың. Қызың. Саламатсыз, не керек сізге? Қызым бол. Қой? Не керек екенін білдім сізге. Парфюм керек. Қазір. Мына осысын көршінің таза французский иісі әдем шығады. Версаче ғой. Сеп. Міне иіс шықты. Сеппедім ғой. Парфюм деген жоқ қой мен саған. Ішіңе ет өлген ба, онау. Құтшы. Сепші болмаса маған. Аға осы мен парфюм аламын да. Иіс шықпайды бірақ. Иіс шықпайды? Сепсе оны. Ұстап жүре бермей. Себесің ғой. Аға әйеліме парфюм алайын дедім. Інім, мынаны әйеліңе бересің. Сосын маған жібересің оны. Жайша ма? Иісін иіскеп көруім керек мен оны. Сол жерде иіскеп көресіз. Жаңа біреуін иіскеп қойдың, желание жоқ бүгін. Көр мынаның иісі жақсы мынай. Саламатсыз ба? Саламатсың. Ағам одеколон төгіп алғаншы. Қандай істеген біліп бересіз ба? Ішінде сәл-ақ қалды бірақ. Сәл-ақ қалыпты көріп тұрмын. Қазір байқаймыз ғой. Ішіп қойғаны соң. Спирт қой мынауың. Самопал ғой. Бізден келіп алсаңдаршы, оригинал. Таза французский сертификатымен бар ғой. Қан парфюм, любой жердеміз. Қалада екі досымыз бар ғой, біреуі Нұрсат Сидиде, екіншісі Байтұрсынова 73/2-деміз. Үшіншісі Табулин жақта. Сенің жынды класстастарың. Не тағып алғансыңдар? VR-очки ғой, VR-очки. Сенікі VR ма не? Менікі шаңғының қойғашы. Бәсе бетім шықпайды. Беречке. Ешнәрсе жоқ. Медиат тақтаны сүрт. Болды ғай. Борак кеш бар. Болды ғай қазір келем. Мусор төп кеш бар. Болды ғай қазір. Босай чорт. Чортыңыз артық болды ғай енді. Жап аузын мал. Осы классқа асырап алған сыртыстан мен. Айдана. Жүрсек күресейік та. Асқар, читай. Народ не может быть... Ерейш, кіріп кетсең кітапқа. Оқышы өзің. Народ не может быть... ма тартады екен. Ағай грант ұбытыға 4 ағай қапты ғой. Ертерек дайындалу керек. Қаяқта дайындаламыз? Айплюсте? Айплюске барамыз ғой. Конечно. Біз мектеп керек емес еп айдай. Ағай біз Асқар екеуміз Айплюсте дайындалып жүріп, соған айтайын дегеніміз ғой. Вообще мектепке келмей ақ қойсақ бола ма, сияқта дайындала берсек. Шық қаласың. Не қарап тұрсыңдар, мен жаңадан бері айқайлап отырмын ғой. Әкесінің тішбіргі, ана, апарып тұрсыншы. Клиент алмайын деп отыр. Қой, ұста сонда. Клиентті ма? Клиент түсті ана, 2 клиентті ұрап барады ғой, айын ұрап. Құрсай бәрін не қарап тұрсың? Әлім, мына клиентті алсаң, өкінбейсің. Біздің үйде де бар осы. Талай балашаға осының астында жатыр ғой клиентің. Қалайсың ба? Балашаға кәдім көрпе сияқты жамылып жатады да, жүр-жұмсақ, әдемі. Айта беремін. Стенаға клиент бар ма? Стенаға обой бар інім. Сәл жаңарсаңда ше, немене біле ғой? Стенаға клемілі баяғы заманда жүрсіңдер ма? Немене біле ғой стеналарын? Или жаурай ма? Клем, дұрыс әпше, қызыңызды жіберіп атсыз. Артынан осы клемді апарасыз да енді? Соған 2 клиент керек қой. Дұрыс. Артынан 2 баласы бара ма? Түсінбен. Білмейді мен сон. Мынау кім? Күйеу бала ғой. Қой, Отказ ба енді? Клем ба? Ол да, тойшы. Қандай клем керек сізге? Ені 2 метр. Ені 2 ма? Клем ба, дорожка ма елізге? Клем ғой. Ені 2, аха. Ұзындығы 85. Не алайды баста? Пойызға түсейін деп баста ма? Жоқ, ондан... Бәсе, 8-де 5 шығар. Жоқ, 100 ұзындығы. Паш олдай. Не алам мен, о жамайын ба бір-біріне қарады? Қойш, інім, ма 2 клемді алатын болсаң, 50 мың теңге екеу, 25-25 мыңнан. Ма комфорт клемде бүкіл клемдерге 50% жеңілдік болып отыр. Ақ кететін машинаң бар ма? Жоқ. Вот сонда ойлап қойдық қой біз. Как раз машина ойнатып отыр, Приора. Мына 50 мың теңгеге сауда жасасаң, 1 билет беріледі. Если клем алмайым, ойынға қатсам дейтін болсаң, от жәнім. Мына Приораны ойнатамыз інім. 2 мың теңге билет бағасы. Комфорт клемнің атынан. Қатысып аласың өзің. Ты что заказал, брат? Я? Аза, ты что ли? Ё-моё, как дела? Это мой одногруппник. Садись, это вот Нурик, мой близкий друг. Садись, брат. Ну ладно, что там, как, Сека, все, вспомнил. Чё, я вообще бизнесом занимаюсь, кирпичами торгую. 50 тенге, брат, за штуку. 5 лямов в месяц поднимаю. Ты что сам вообще, чем занимаешься вообще? Я подгузниками занимаюсь конкретно. Мама знает, слышал такие? 168 тысяч вот такая упаковка стоит, а? Слушай, завязывай. Кто за подгузники 168 тысяч отдаст? Гонишь, что ли? Ой, братан, отдают месяц, разбирают все. Я от 7 миллионов конкретно зарабатываю, понял?
О, да ты что, серьезно, да? Да. Блин, брат, я тороплюсь, ну, ты же на том же номере, да? Да, на Все, том брат, же. я позвоню, да? Все. Азамат, брат, очень приятно. Все, созвонимся, брат, братан. Всё, давай. И а что ты его обманул? 168 тысяч тенге не стоит же подгузник? Никто не обманывал. Я же в Узбекистане продаю, в Ташкенте. Сум. 168 сумов. 7 миллионов суммов, да, ты заработал? Да. Просто так звучит, это же он выпендриваться начал. 50 тенге за кирпично. Нельзя нормально, с одногруппниками поговорить. Все понторезы какие-то. Что заказал? Гюру Лагман? Shakira, man, sin